Алматы қаласының заманауи келбетін айқындайтын ең көрнекті ғимараттардың бірі Есентай Тауэр. Бұл 38 қабатты биік бизнес мұнара. Оның жалпы биіктігі шамамен 160 метр, ал сыртқы келбеті толығымен шыны панельдермен қапталған. Есентай Тауэрдің конструкциясы заманауи инженерияның үлгісі. Негізгі қаңқасы темірбетон мен болаттан тұрғызылған. Бұл оған жоғарғы беріктік пен сейсмотұрақтылық береді. Материалдары шыны, алюминий, панельдер, темірбетон. Архитектуралық жоспарлау шешімі кең кеңселер мен көрінісі әдемі панорамалық терезелер. Жоғарғы қабаттарда The Ritz-Carlton қонақ үйі орналасқан. Ерекшелігі Алматының ең биік ғимараттарының бірі. Есентай Тауэр бұл тек биік ғимарат қана емес, бұл Алматының жаңа дәуірінің символы. Ол заманауи архитектура мен технологияның үйлесімін, ал қаланың даму қарқынын бейнелейді. The Ritz-Carlton Есентай Тауэр мұнарасының жоғарғы қабаттарында орналасқан және қаланың ең әсерлі панорамаларының бірін ұсынады. Қонақ үйдің архитектурасы минимализм мен классикалық талғамның үйлесімі. Конструктивтік тұрғыдан алғанда The Ritz-Carlton темірбетон қарқасқа негізделген күрделі инженерлік жоба. Қабырғалары жоғары дыбыс және жылу изоляциясымен қамтамасыз етілген. Мұнда ең жаңа энергия үнемдеу технологиялары және смарт басқару жүйелері енгізілген. Интерьерінде табиғи тас, мәрмәр, ағаш және жылтыр металл элементтері кеңінен қолданылған, ал сыртқы фасады толық шыны панельдерден тұрады. Бұл ғимаратқа жеңіл әрі заманауи әсер береді. Ашық жоспарланған мейрамханалар, конференц-залдар мен спа аймақтары ғимараттың ішкі кеңістігін үйлесімді және ыңғайлы етеді. Келесі нысан Алматыдағы ең сәнді және инновациялық сауда орталықтарының бірі Есентай Молл. Бұл ғимарат тек сауда орны ғана емес, сонымен бірге мәдениет пен демалыс кеңістігі. Оның жалпы ауданы 100 000 шаршы метрден асады. Фасады шыны және алюминий панельдерінен құралған. Жарықты көп мөлшерде өткізіп, ғимарат үшін табиғи жарыққа толтырады. Конструктивтік тұрғыдан алғанда Есентай Молл күрделі әрі әсерлі шешім. Ішкі кеңістіктері тіреуіш колонналарсыз кең ашық түрде жобаланған. Бұл келушілерді еркін қозғалыс пен кеңдік сезімін береді. Құрылыста болат арқалықтар, темірбетон плиталары және заманауи желдету, өртке қарсы климаттық жүйелер қолданылған. Ғимараттың жоспарлау шешімдері бірнеше функционалды аймақтарды біріктіреді. Сән бутиктері, кинотеатрлар, мейрамханалар мен балалар алаңдары. Жобада энергия үнемдеу технологиялары мен табиғи жарықты максималды пайдалану көзделген. Мегацентр Алматы қаласының ең көрнекті әрі танымал заманауи ғимараттарының бірі. Архитектурасы жағынан мегацентр заманауи урбандық стиль мен функционалды эстетиканың тамаша үйлесімі. Ғимараттың басты ерекшелігі кең масштабтағы ашық интерьерлік кеңістіктер. Фасады заманауи шыны және алюминий панельдерінен жасалған. Бұл нысанға жеңіл әрі заманауи бейне береді. Күн сәулесі үлкен панорамалық терезелер арқылы еркін түсіп, ішкі атмосфераны жылы әрі жарық етеді. Мегацентр темірбетон қаңқалы жүйемен тұрғызылған, ал негізгі пролеттары кең, тіреуіш колонналары аз. Мұндай шешім кеңістікті визуалды түрде ұлғайтып, келушілерге еркін қозғалыс пен жайлылық сезімін береді. Құрылыста жоғары сапалы болат арқалықтар мен монолитті плиталар пайдаланылған. Сонымен қатар ғимараттың төбесі жеңіл металлоконструкциялармен жабылған. Бұл инженерлік тұрғыдан өте тиімді шешім болып саналады. Алматы қаласының ең заманауи әрі көлемді спорттық нысандарының бірі Алматы Арена. Бұл көп функционалды мұз сарайы 2017 жылы қысқы универсиада қарсаңында салынған және бүгінге қаладағы спорт пен мәдени өмірдің нағыз орталығына айналған. Ғимараттың жалпы сыйымдылығы шамамен 12 000 адам, ал негізгі аренаның аумағы 10 000 шаршы метрден асады. Архитектурасы жағынан Алматы Арена заманауи динамикалық формадағы әсерлі ғимарат. Оның эллипс пішінді корпусы қозғалысты, жылдамдықты және спорт рухын белгілейді. Конструктивтік тұрғыдан алғанда Алматы Арена күрделі инженерлік шешімдердің нәтижесі. Негізгі конструкциясы темірбетоннан тұрғызылған, ал төбе бөлігі ванталық металл жүйемен жабылған. Мұндай технология ішкі кеңістікті тіреусіз, яғни бағаналарсыз кең етуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде аренаның ортасында үлкен ашық аймақ пайда болып, көрермендерге кез келген бұрыштан тамаша көрініс қамтамасыз етілген.
Құрылыста энергия тиімділігін арттыру мақсатында жылу оқшаулағыш материалдар, заманауи вентиляциялық және климаттық жүйелер қолданылған. Сонымен қатар ғимараттың сыртқы жарықтандыруы архитектуралық концепцияның ажырамас бөлігі болып табылады. Түнгі уақытта фасад түрлі түстермен жарықтанып, қаланың мәдени бейнесін айшықтайды. Абай опера хаус. Алматының жүрегінде орналасқан ұлы мәдени мұра Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры, және Абай опера хаус. Бұл ғимарат алғаш рет 1941 жылы салынған, ал кейінгі жылдары бірнеше мәрте жаңартудан өтті. Ең ауқымды реконструкция 2000 жылдардың басында жүргізілген. Ғимараттың архитектурасы қазақтың ұлттық өрнектерін, кеңестік неоклассика мен заманауи технологияны біріктірген бірегей стиль. Фасады мәрмәр мен граниттен жасалған. Бағандары мен аркалары қазақ ою-өрнектермен безендірілген. Реконструкция барысында осы тарихи элементтердің барлығы мұқият қалпына келтірілді. Конструктивтік тұрғыдан алғанда ғимараттың ішкі құрылымы түбегейлі жаңартылды. Негізгі қаңқасы темірбетонмен күшейтілді. Едендер мен шатыр жүйелері қайта жобаланып, заманауи дыбыс және жарық техникасы бейімделді. Бұрынғы ағаш жабындар металл арқалықтарға ауыстырылып, сейсмотұрақтылықтары арттырылды. Материалдарды ерекше таңдалған табиғи тас, мәрмәр, жез, ағаш және акустикалық панельдер. Әсіресе залдың акустикасы халықаралық стандарттарға сай қайта жасалды. Енді дыбыс сахнадан залдың ең алыс бұрышына дейін анық әрі жұмсақ жетеді. Алматының архитектуралық келбетіне ерекше орын алатын ғимараттардың бірі бизнес орталық Нұрлы Тау. Бұл кешен қаланың оңтүстік бөлігінде Іле Алатауының көркем етегінде орналасқан және заманауи іскерлік орталықтардың жаңа буынына жатады. Ғимараттың жалпы ауданы 100 000 шаршы метрден асады. Архитектуралық тұрғыдан Нұрлы Тау бірнеше биіктігі әртүрлі корпустардан тұратын кешен. Бұл шешім таулы рельефтердің динамикасын бейнелейді. Ғимарат біртіндеп биіктеп, Алатау баурайына ұласқандай әсер қалдырады. Конструктивтік шешімдеріне келсек, кешен темірбетон қаңқалы жүйемен тұрғызылған. Қабырғаларының сыртқы бөлігі шыны және алюминий композиттік панельдерімен қапталған. Мұндай материалдар ғимаратқа тек әсемдік қана емес, сонымен қатар энергия тиімділігі мен жеңілділігін береді. Кең панорамалық терезелер арқылы ғимарат ішіне мол табиғи жарық түседі. Бұл электр қуатын үнемдеп, экологиялық тиімділікті арттырады. Central Avenue Алматы қаласындағы соңғы жылдары салынған ең әсерлі заманауи бизнес орталықтарының бірі. Архитектурасы бойынша Central Avenue минималистік стильде орындалған, бірақ әр детальда талғам мен заманауи дизайнның дәлдігі сезіледі. Ғимараттың басты идеясы ашықтық пен жеңілдік. Құрылыс конструкциясы темірбетон қаңқалы жүйеге негізделген. Бұл шешім ғимаратқа жоғары беріктік пен сейсмотұрақтылық береді. Алматы қаласы сейсмикалық аймақта орналасқандықтан, мұндай шешім инженерлік тұрғыдан өте маңызды. Сонымен қатар ғимараттың қаңқасы энергия тиімді материалдармен оқшауланған. Бұл ішкі температураны тұрақты ұстап, энергия үнемдеуге мүмкіндік береді. В Алматы наконец-то достроили, Алматының қақ ортасында орналасқан Селена центр бұл тек өнер орталығы ғана емес, жаңа заман архитектурасының батыл әрі терең ойластырылған үлгісі. Бұрынғы Селена кинотеатрының ғимаратының қайта құру арқылы жасалған бұл жоба өткен мен бүгінгі байланыстыратын ерекше архитектуралық көпір іспетті. Реконструкция кезеңінде сәулетшілер ғимараттың тарихи қаңқасын сақтай отырып, оған мүлде жаңа әдістеме функциясын енгізді. Негізгі конструкциясы темірбетон мен қаңқа және болат аркаларының тұрады. Бұл шешім ғимараттың кең залдарынан тірексіз етуге және көрме кеңістіктерін барынша икемді жоспарлауға мүмкіндік берді. Ғимараттың биіктігі орташа шамамен 20 метр, бірақ оның кеңістіктік шешімі өте терең. Ішкі залдар биік төбелі, ашық еркіндік сезімін тудырады. Жарықтандыру жүйесі табиғи жарыққа негізделген. Күн сәулесі үлкен панорамалық терезелер арқылы ішке еркін енеді. Алматы қаласының жаңа архитектуралық келбетін айқындап тұрған нысандардың бірі Алматы Молл сауда және ойын-сауық орталығы. Бұл ғимарат заманауи инженерия мен сәулет эстетикасының үйлескен жарқын үлгісі. Мегаполис өмірдің динамикасын бейнелейтін ерекше кеңістік. Архитектуралық шешімі заманауи урбанистік стильге жатады. Ғимараттың негізгі қасбеті тоқтай шыны панельдермен және композиттік материалдармен қапталған. Бұл шешім ғимаратқа жеңілдік пен ашықтық сезімін береді. Шынының көп қолданылуы табиғи жарықты барынша өткізіп, ішкі кеңістіктерді кең әрі жарық етеді. Конструктивтік тұрғыдан темірбетон қаңқалы жүйеге сүйенеді. Бұл ғимараттың беріктігін арттырып, үлкен аралықтарды тірексіз жабуға мүмкіндік береді.
Мұндай шешім арқасында ішкі кеңістіктер кең әрі икемді дүкендер, кафелер, демалыс аймақтары мен аттракциондар еркін орналасқан. Ғимараттың жалпы ауданы бірнеше мың шаршы метрді құрайды, ал биіктігі шамамен 25-30 метр. Алматы Молл бүгінгі Алматының заманауи өмір ырғағын бейнелейтін ғимарат.